Ерлан 27-де. Ауылдан Астанаға пойызбен келді. Вагон терезесінен қарағанда дала әлі де шексіз көрінді, сары-сары, бір қалыпты, бір нәрсеге ұмтылмайтындай. Телефонға үңіліп отырған жастарды көрді. Олардың бәрі бір нәрсеге күліп жатыр, экрандағы мемге ме, әлде бір топтағы әзілге ме, білмейді. Біреуі дауыстап күлді, екіншісі шынтағынан түртті, үшіншісі видео жазып жатыр. Ерлан күлмеді. Ол тек қарап тұрды. Іштей ойлады, мен неге күлмеймін? Олар сияқты болғым келмей ме, әлде күлуге құқығым жоқ па? Пойыз Астанаға жақындаған сайын жүрегі тез соқты. Қаланың шамдары алыстан көрінді, биік ғимараттар, жарқыраған жарықтар, қозғалыс. Ауылдағы үйдің бір қабырғасындағы шам ғана емес, мыңдаған шам. Мұнда бәрі басқаша болады деп ойлады ол. Мен де басқаша боламын. Пойыз тоқтағанда, шыққанда, бізді. Адамдар асығыс, біреулері телефонда сөйлесіп жатыр, біреулері жүгіріп барады, біреулері күтіп тұрған таксиге мінгісіп жатыр. Ешкім оған қарамады. Ешкім қош келдің демеді. Ол жалғыз қалды, үлкен қаланың ортасында, қолындағы сөмкесімен, ауылдағы киімдерімен. Алғашқы апталарда жұмыс деді. Резюме жазды, қазақшада, орысшада. Бір жерде сұхбатқа шақырды. Кеңсеге кірді. Менеджер қыз қарап отыр, қайдансыз? Не білеміз сіз туралы? Ерлан ауылын, мектебін, әкесін айтты. Қыз күлімсіреді, жақсы, бірақ бізге тәжірибе керек. Сіздің профиліңіз, сәл әлсіз. Ерлан шықты. Іштей ойлады, мен әлсізбін бе? Әлде ауылдан шыққаным үшін әлсізбін бе? Кейін түсінді, жұмысқа тұру үшін ғана емес, адам болу үшін де басқалардың көзіне түсу керек. Киімді жаңадан алды, қара шалбар, ақ көйлек. Шашын қысқартты. Instagram ашты. Бірінші фото салды, Астанадағы ескерткіштің алдында тұрған сурет. Біреулер лайк басты. Біреулер жазды. Керемет. Ерлан қуанды. Бірақ іштей сезінді, бұл қуаныш емес, жеңілдік. Енді маған ұқсайды деген ой. Кеңседе жұмысқа орналасты. Барлығы 15 адам. Күнде таңертең қалайсың деп сұрай. Ерлан жақсы дейді. Бірақ іштей, қалайсың деп сұрап тұрған жоқ, жай әдет. Жиындарда идея айтса, басқалары күліп қояды. Ой, ауылдан шыққан идея ғой. Ерлан үндемейді. Бірақ түнде үйге келгенде айнаға қарап тұрады ұзақ. Мен кіммін? Деп сұрайды. Осы киіммен, осы сөздермен, осы күлкімен. Мен бе? Бір күні әріптесі, Ерлан, сен неге әрқашан үндемейсің? Өзіңнің ойың жоқ па деді. Ерлан жауап бермеді. Бірақ сол түні ұйықтай алмады. Ойлады, менің ойым бар. Бірақ оны айтсам ұнамай қалар. Мазақ қылар. Қарапайым деп ойлар. Сондықтан үндемеймін. Кейін бірте-бірте байқады. Кеңседегі барлық шешім басшының пікіріне байланысты. Киімді қалай кию керек Инстаграмдағы трендке байланысты. Қай жерде түскі ас ішу керек әріптестердің пікіріне байланысты. Қашан демалысқа шығу керек компанияның ережесіне байланысты. Ал өзінің қалауы? Ол қайда? Бір жолы демалыс күні ауылға қоңырау шалды. Анасы, балаң қалайсың? Жақсы ма өмірің деді. Ерлан, жақсы деді. Бірақ телефонды қойған соң жылады. Өйткені шындық, ол жақсы емес. Ол өз өмірін сүрмей жатыр. Ол басқалардың өмірін көшіріп жатыр. Басқалардың күлкісін, басқалардың киімін, басқалардың сөзін. Сол күннен бастап өзгере бастады. Баяу, бірақ байқалып. Жұмыста идея айтты, алғаш рет дауыстап. Біреулері мазақ қылды, біреулері таңғалды. Бірақ ол тоқтамады. Киімін өзі таңдады, қарапайым, бірақ өзіне ұнайтын. Әлеуметтік желіде өзіне ұнайтын нәрсені ғана салатын болды, ауылдағы дала пойыз терезесінен көрініс, өз ойы. Бір күні кеңседе біреу, Ерлан, сен өзгердің ғой деді. Ерлан күлді, алғаш рет шынайы күлді. Иә, деді. Мен өзім болғым келеді.
Шындық бір, толық мәтіні өміріңнің 80 басқа адамдардың пікіріне байланысты өтеді. Қалған 20 өз пікіріне байланысты. Бірақ көпшілік 100 басқаларға беріп қояды, және оны байқамайды. Сен киіміңді, сөзіңді, күлкіңді, армандарыңды, тіпті қайда баратыныңды, кіммен сөйлесетініңді бәрін қалай қарайды деген сұрақпен өлшейсің. Басқалардың лайкі, басқалардың мақұлдауы, басқалардың сынбауы, осының бәрі сенің шешіміңнің орнына отырады. Нәтижесінде сен өз өміріңді емес, басқалардың күткен өмірін сүресің. Ең ауыр шындық, сен мұны байқамайсың. Сен мен өзім шештім деп ойлайсың, бірақ шын мәнінде шешіміңді басқалардың мақұлдауына немесе сынға ұшырамауына байланысты қабылдайсың. Осы 80-ді қайтарып алмасаң, өмірің ешқашан сенікі болмайды. Ал қайтару үшін бір нәрсе керек, маған ұнамайтын болса да, осыны таңдаймын деп айтуға батылдық. Сол кезде ғана 20 басталады шынайы өмір. Ерлан әлі де жолда. Бірақ енді ол пойыз терезесінен қарағанда күледі. Өйткені ол күлкі басқалар үшін емес, өзі үшін. Ерлан жаңа жұмысқа орналасты. Кеңсе орташа ғимараттың 7 қабатында, әйнек қабырғалы, ішінде кондиционердің суық ауасы, принтердің үздіксіз гуілі және кофе машинасының иісі. 15 адам менеджерлер, бухгалтерлер, маркетологтар. Барлығы бір-біріне жақсы көрінгісі келеді. Таңертең келіп, қалайсың деп сұрайды, бірақ шынымен қызықпай. Жауап күтпейді. Жақсы, рахмет деген сөз, жай әдет, эхо сияқты қайтарады. Ерлан да солай істеді. Күлімсіреді, иә, керемет идея деді, тіпті идея ұнамаса да. Жиналыста бас шұлғады. Әріптесі әзіл айтса күлді. Өйткені күлмесе суық, жабық, командаға сыймайды деген сөз шығады. Ол сыйғысы келді. Ауылдан келген бала ретінде ең алдымен сыйғысы келді. Бірінші айда пәтер жалдады. Шағын бір бөлмелі, 9 қабат, лифт жиі тоқтап қалады. Кешке үйге келгенде есікті жауып, сөмкесін лақтырып диванға отырады. Телефонды қарайды, лайк, комментарий, әріптестердің сторизі, біреуі демалыста теңізде, біреуі жаңа көлік алған, біреуі туған күн тойлап жатыр. Ерлан скролл жасайды, бірақ іштей бос сезінеді. Бір күні кешке айна алдына тұрды. Жарық нашар, бетіне көлеңке түседі. Қарап тұрды ұзақ. Шашы өсіп кеткен, көзі шаршаған. Мен кіммін деп сұрады дауыстап. Дауысы бөлмеде жаңғырып қайта оралды. Жауап жоқ. Тек тыныштық. Айнадағы адам ол ма? Әлде кеңседегі күлімсіреген, жақсы болуға тырысқан біреу ме? Сол түні ұйықтай алмады. Ойлады, мен не үшін осының бәрін істеп жатырмын? Осы адамдардың алдында жақсы көрінген үшін бе? Олар маған не береді? Бір күні мен кетсем, олар не істейді? Кейін бірнеше жыл өткен соң, Ерлан өз өмірін қарап отырып түсінді. Адамдардың көбі бір-біріне шынымен жақын емес. Жұмыс, әлеуметтік желі, күнделікті әңгіме бәрі беткі қабат. Нағыз жақындық өте сирек. Сен шынымен жақсы көретін, жүрегіңмен байланысқан 3-5 адам ғана болады. Анаң, әкең, егер тірі болса, 1-2 досың, махаббатың. Қалғандары өмірдің декорациясы. Ал егер сен кетсең, өмірден өтсең, сол 3-5 адамнан басқа ешкім сені 2-3 жылдан артық есіне алмайды. Алғашқы айларда қайғы, естелік, қандай жақсы адам еді деген сөздер. 1 жылдан кейін мерекелерде бір еске алады. 2 жылдан кейін туған күніңде ғана ойға түседі. 3 жылдан кейін кездейсоқ бір нәрсе еске түсіретте, ой, ол да бар ма еді деп өтеді. Өмір жалғасады. Жаңа адамдар келеді, жаңа қуаныштар, жаңа қайғылар. Сен олардың өміріндегі бір бет қана болдың. Кітаптың бір тарауы сияқты оқып бітірді, келесі тарауға көшті. Бұл қатыгез естіледі. Бірақ шын. Психологиялық зерттеулер де осыны растайды. Қайғының қарқынды кезеңі көбіне 1 жылға дейін созылады, кейін біртіндеп басылады. Көп адамдар үшін еске алу уақыт өте келе сирек әрі беткі болады. Тек ең жақындар жүректе сақтайды, бірақ оларда аз. Ерлан сол түні айна алдында тұрып, осы ойды сезінген жоқ әлі. Бірақ бір нәрсе өзгерді, ол жақсы болуды тоқтатқысы келді.
Ол шынайы болғысы келді. Ертеңгі күні кеңсеге барғанда алғаш рет идеясын айтты, бәрі ұнатпаса да. Біреуі күлді, біреуі мазақ қылды. Бірақ Ерлан іштей жеңілдеді. Өйткені ол енді түсінді, көп адамның алдында жақсы болудың мәні жоқ. Себебі олар сені ұзақ есіне алмайды. Шындық 2, толық мәтіні, сен шынымен жақсы көретін 3-5 адамнан басқа ешкім сенің өліміңнен кейін 2-3 жылдан артық есіне алмайды. Қалғандары достар, әріптестер, таныстар, әлеуметтік желідегі жазылушылар өмірлерін жалғастырады. Алғашқы айларда қайғы болады, сөздер айтылады, естеліктер бөліседі. 1 жылдан соң сирек еске алады. 2-3 жылдан кейін сен олардың күнделікті ойында жоқсың. Бұл қатыгез, бірақ табиғи. Адам миы жаңаға бейімделеді, ескіні біртіндеп ығыстырады. Сондықтан өмірде ең маңыздысы сол 3-5 адамды шынайы жақсы көру және олардың алдында шынайы болу. Қалған миллионның алдында маска киюдің қажеті жоқ. Өйткені олар сені ұзақ сақтамайды. Ал сен өзің үшін өмір сүруің керек. Ерлан пәтерде жалғыз отырып осыны ойлады. Алғаш рет өзіне ұнады. Айнадағы адам енді жат емес еді. Ерлан Айжанмен танысқан кезде 28-де еді. Инстаграмдағы бір сториден басталды. Ол қала ортасындағы кофе дүкенінде отырған сурет салған, қолындағы кітапты көрсетіп. Ерлан комментарий жазды. Кітап жақсы ма? Айжан жауап берді, әңгіме жалғасты. Кездесулер басталды, алғашқыда қарапайым, кейін жиі. Ол Айжанды шынымен жақсы көрді. Оның күлкісі, сөйлеген сөзі, тіпті қабағын түйгені де ұнайтын. Ерлан өзін өзгертті, киімін жақсартты, спорт залға барды. Кітап оқуды көбейтті, бәрі Айжан үшін. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Кешкілік кездесуде Айжан, Ерлан, сен маған жетпейсің деді. Дауысы тыныш, бірақ қатты. Ерлан сөз таба алмады. Не үшін? Мен өзгерген ғой, деді ғана. Айжан басын шайқады, сен өзгерген жоқсың. Сен менің көзіме қарап, менің күткенімді істеп жатырсың. Бірақ бұл сен емессің. Ол кетті. Ерлан сол жерде қалды, қолына ұстап тұрған кофе суынып бара жатты. Түнде үйге келгенде жылады. Алғаш рет еркек бола тұра жылады, дауыстап емес, іштей, көз жасын сүртпей. Ойлады, мен өзгерген ғой. Мен жақсы болғым келді. Мен оны бақытты еткім келді. Бірақ іштей бір дауыс, сен өзгерген жоқсың. Сен жай ғана маска киіп алдың. Сен өз қалауыңды емес, оның қалауын орындадың. Сол түннен бастап Ерлан өзін қарай бастады. Ол бұрынғы өзін есіне алды, ауылдағы бала, ешкімге ұнағысы келмейтін. Кейін қалаға келгенде жақсы болу үшін өзін өзгерткен. Жұмыста әріптестерге ұнау үшін. Айжанға оның идеалына сәйкес болу үшін. Бірақ шынайы өзгеріс қайда? Ол өзін өзі алдаған екен. Мен өзгермеймін деген ойдың орнына мен өзгердім деп ойлаған. Ал шын мәнінде сол ойдың өзі ең қатты өзгерістің белгісі болатын. Өйткені адам өзін өзі алдауға қабілетті жаратылыс. Біз миымызды алдаймыз, қателікті мойындамау үшін, ауыр шындықтан қашу үшін, өзімізді жақсы сезіну үшін. Мен өзгермеймін деп ойлағанда іштей бір нәрсе қозғалады. Сол ойдың өзі қорғаныс. Сен өзгерісті мойындаудан қорқасың, сондықтан мен өзгермеймін деп өзіңді сендіресің. Бірақ сол сәтте миың қорқынышпен күресіп жатыр, эмоцияң қайнап жатыр, ойың қайта құрылып жатыр. Сен ең қатты өзгеріп жатасың, тек оны мойындағың келмейді. Психологияда бұны cognitive dissonance дейді. Сен өз әрекетің мен сенімдерің арасындағы қайшылықты сезінесің, сондықтан шындықты бұрмалап, өзіңді алдайсың. Мысалы, адам мен жалқау емеспін деп ойлайды, бірақ әрқашан кейінге қалдырады. Сол ойдың өзі өзгерістің алғашқы қадамы, өйткені ол қайшылықты сезіну, өзгеру процесі басталғанын білдіреді. Ал ең қауіпті кез мен өзгермеймін деп толық сенген кез. Себебі ол кезде өзгерісті тоқтатуға тырысасың, бірақ өмір тоқтамайды. Сен іштей әлі де өзгеріп жатасың, тек теріс жаққа, қаттырақ.
Ерлан сол түннен кейін өзін алдауды тоқтатуға тырысты. Айнаға қарап, мен өзімді алдадым. Мен шынымен өзгергім келеді, бірақ өзім үшін деді. Бұл ауыр болды. Бірақ сол ауырлық шынайы өзгерістің бастамасы. Мерзімді келді. Күнтізбеде қарасандар, 30. Ерлан таңертең тұрып телефонға қарады, хабарламалар жоқ. WhatsApp'та топ-чаттар тыныш, Instagram'да stories тез жүріп жатыр. Бірақ ешкім туған күнін құтты болсын деп жазбаған. Ол күткен жоқта, бірақ бір жерден үміт бар еді. Кешке дейін әріптестеріне ертең туған күнім деп айтқан. Біреулері ой, керемет, не істейміз деген сияқты жауап берген. Бірақ ешкім нақты ештеңе ұсынбаған. Кешке үйге келді. Пәтерде шам жақты. Дастархан жайды өзіне ғана. Дүкеннен алған торт, бір бөтелке шырын, бірнеше түрлі тағам. Телефонды үстелге қойды, дыбысын ашық қойды. 1 сағат өтті. 2 сағат. 3 сағат. Ешкім қоңырау шалмады. Ешкім есік қақпады. Тек сағат 20:47-де анасының нөмірі шықты. Балаң туған күнің құтты болсын. Құдай саған денсаулық, бақыт, амандық берсін. Сен менің мақтанышымсың. Қалайсың? Не істеп жатырсың? Ерлан дауысын шығармауға тырысты. Жақсымын, ана. Рахмет, жұмыстан кеш келдім, енді демалып жатырмын. Анасы сөйледі, ауылдағы жаңалықтар, көршілер, бау-бақша, әкесінің ескі әңгімелері. Ерлан тыңдады. Көзіне жас келді, бірақ сүртпеді. Анасы байқамасын деп. Қоңырау үзілгенде телефонды қарады. Бір ғана хабарлама, құттықтаймын, 30-ға толдың. Бұл бұрынғы сыныптасы, 1 жыл бұрынғы туған күнде ғана жазатын адам. Ерлан жауап бермеді. Тортты кесіп бір тілім алды. Бірақ дәмі жоқ сияқты болды. Жүрегі ауырлады. Ол диванға жатып төбеге қарады. 30 жас. Жарты өмір өткен сияқты. Жас кезінде 30-ды қарттық деп елестететін. Енді өзі сол жерде. Бірақ қарттық денеде емес. Ол іштей сезінді, армандары қартайып жатыр. 22-де жазған блокноттағы тізім шетелге шығу, өз бизнесін ашу, отбасы құру, үлкен жетістіктер. Бәрі әлі кейінге қалған. Ал уақыт өтіп жатыр. Жыл сайын тезірек. Ол түсінді, өмірдің ең қымбат кезеңі 20-35 жас аралығы. Бұл энергия бар, денсаулық бар, қорқыныш аз, мүмкіндік көп кез. Бірақ көп адам осы жылдарды кейін деп өткізеді. Кейін бай боламын, кейін өзім үшін өмір сүремін, кейін армандаймын. Ал кейін деген ешқашан келмейтін уақыт. Ерлан сол түні ұйықтамады. Ойлады, мен не істедім осы 10 жылда? Не үшін осы қаладамын? Не үшін осы жұмыстамын? Мен өзім үшін өмір сүрдім бе, әлде басқалардың күткен өмірін сүрдім бе? Таң атқанда тұрды. Терезен ашты. Астанадағы таң суық, бірақ таза. Ол телефонды алып бір нәрсе жазғысы келді, бірақ кімге? Достарға ма? Олар кеше келмеді. Әріптестерге ме? Олар ұмытты. Анасына ма? Ол әлі ұйықтап жатқан шығар. Сонда Ерлан өз-өзіне жазды. Жай ғана жазып қойды. Жаз. Енді шынымен өзім үшін өмір сүремін. Кеш болса да бастаймын. Ол блокнотты ашты. Ескі тізімді қарады. Бірінші жолды сызып тастады да жаңасын жазды. Өзімді кешіктірмеймін. Жалақы көтерілді. Ерланға хабарлама келді. Сіздің жаңа айлық мөлшеріңіз. Сандар өсті, бұрынғыдан 40%-ға артық. Кеңседегілер құттықтады. Біреуі енді сен де үлкен адамсың ғой деп әзілдеді. Ерлан күлді, бірақ іштей ештеңе қозғалмады. Сол күні кешке дилерлік орталыққа барды. Кредитке көлік алды, қара түсті, жаңа, жылтыр. Қағаздарға қол қойғанда менеджер, құтты болсын, енді өмір басқаша болады деді. Ерлан басын изеді, бірақ іштей, қалай басқаша болады деп ойлады. Көлікті үйге әкелді. Тұраққа қойды, бірнеше минут қарап тұрды. Жаңа иіс, жаңа былғары, жаңа панель. Бірақ қуаныш жоқ.
Жүрегі бір тамшыда жылжымады. Ол көліктің ішіне отырды, қозғалтпай тұрып, рульді ұстады. Телефонға қарады, әлеуметтік желіге фото салғысы келді. Бірақ саусағы экранға тимеді. Не үшін саламын? Кімге көрсетемін? Түнде ұйқы келмеді. Жатым бөлмеде жатып төбеге қарады. Жарық сөндірілген, тек көшедегі шамның сәулесі терезеден түседі. Ойы қайта-қайта бір сұраққа оралды. Не үшін осының бәрін істеп жатырмын? Жалақы көтерілді, көбірек ақша, кредит, көлік, жақсырақ өмір. Бірақ қай жерінде жақсырақ болды? Ол енді бұрынғыдан көбірек жұмыс істейді, кешке үйге шаршаған күйде келеді, демалыс күндері де ойы жұмыста. Көлік жаңа, бірақ онымен қайда барады? Достары жоқ, демалысқа шықпайды, теңіз көрмейді. Көлік жай ғана металдан жасалған зат. Онымен бірге жүретін эмоция жоқ. Ерлан түсінді, ақша бақыт бермейді. Бірақ ақшаның жетіспеуі қатты ауырады. Адам ақшаның жоқтығынан қорқады, сондықтан ақша табуды мақсат етеді. Ал ақша келгенде мақсат өзгермейді, көбірек ақша табу. Сөйтіп өмірдің ортасына жеткенде адам байқайды, ол ақша үшін өмір сүрді, ал бақыт әлі де жоқ. Психологиялық зерттеулерде бұл құбылыс hedonic treadmill, бақыттың жүгіргіш жолы деп аталады. Адамның бақыт деңгейі белгілі бір деңгейге жеткенде, жаңа жетістіктер, жалақы көтерілу, көлік алу, үй алу, тек қысқа мерзімді қуаныш береді. Бірнеше аптадан кейін ми бәріне үйренеді, және қайтадан жетпей жатыр деген сезім пайда болады. Сондықтан адам көбірекке ұмтылады. Бұл шексіз шеңбер. Ерлан сол түні осы шеңбердің ішінде екенін түсінді. Ол ақшаның жетіспеуінен қашып ақша табуды мақсат еткен. Бірақ мақсат ақша емес еді. Мақсат сезім болуы керек еді. Еркіндік, мағына, жақын адамдармен бірге болу, өзін-өзі сыйлау. Ал ол сезімдерді заттармен алмастырған. Таң атқанда тұрды. Көліктің кілтін қолына алды. Бірақ бұл жолы ішке отырмады. Терезеге барып далаға қарады. Астана әлі ұйықтап жатыр. Ол іштей шешім қабылдады. Мен енді зат үшін өмір сүрмеймін. Мен сезім үшін өмір сүремін. Ол блокнотты ашты. Ескі тізімге қарады. Жаңа көлік деген жолды сызып тастады. Оның орнына жазды. Бойғы ешқандай жоқ. Тек өзім үшін. Бұл оның өміріндегі алғашқы шынайы мақсат болатын. Шындық 5. Толық мәтіні. Адамға бақыт бермейтін нәрсе, ақша емес, ақшаның жетіспеуі. Ақша құрал. Ол қауіпсіздік береді, таңдау мүмкіндігін береді, кейбір қажеттіліктерді жабады. Бірақ зерттеулер көрсеткендей, белгілі бір деңгейден кейін, қарапайым өмір сүруге жететін мөлшерден соң, ақшаның көбеюі бақыт деңгейін айтарлықтай арттырмайды. Ақшаның жоқтығы ауыртады, өйткені ол қорқыныш, ұят, шектеу әкеледі. Ал ақша келгенде ми тез үйренеді, және жетпей жатыр деген сезім қайта оралады. Сондықтан көп адам ақшаны мақсатқа айналдырады, бірақ мақсат сезім болуы керек, мағына табу, жақындық, еркіндік, өзін-өзі құрметтеу. Ақша осы сезімдерді сатып алмайды, тек оларға жол ашады, немесе жолын жабады. Ең қауіпті тұзақ ақшаның жетіспеуінен қашып, ақшаның өзіне құл болып қалу. Сол кезде адам түсінеді, ол көп затқа ие, бірақ ештеңеге ие емес. Ерлан енді түсінді, ол көлік алған жоқ, ол өз қорқынышынан қашқан. Енді ол қашуды тоқтатпақ. Жалақы көтерілгеннен кейін 1 жыл өтті. Ерланның өмірі тұрақты болып көрінді, жаңа көлік, жақсырақ пәтер, 2 бөлмеліге көшті, гардеробта бат киім. Әріптестері оны жетістікке жеткен адам деп атайтын. Бірақ Ерлан әр таңертең оянғанда бір нәрсе жетіспейтінін сезінетін. Ол нәрсе жеңілдік. Бір күні кешке жұмыстан шығып көлігіне мінді. Жолда кептеліс. Телефон шырылдады, банктың қоңырауы. Сіздің кредит бойынша төлем мерзімі жақындады. Ерлан іштей күрсінді. Көлік кредитке, пәтер жалдау жоғары, жинақ аз. Барлығы тұрақты көрінгенімен, бәрі де жіпке байланғандай еді. Сол түні үйге келгенде диванға отырып телефонды қарады. Әлеуметтік желіде достарының суреттері, біреуі демалыста теңізде, екіншісі жаңа үй алған, үшіншісі баласымен ойнап жатыр.
Ерлан скролл жасады да тоқтады. Менде де бар ғой осының бәрі, бірақ неге қуанбаймын? Ол түсінді, ол енді көп нәрсеге ие болған. Ал ие болған сайын жоғалтудан қорқатын болған. Көлікті жоғалтсам ше? Кредит төленбей қалады, жұмыстан шығарып тастауы мүмкін. Жұмыстан шығып қалсам ше? Пәтерді төлей алмаймын, жинағым таусылады. Достарым кетіп қалса ше? Жалғыз қалармын. Денсаулығым нашарласа ше? Барлығын жоғалтамын. Қорқыныш бірте-бірте күнделікті ойын айналды. Ол енді тәуекел етпейтін болды, жаңа жоба ұсынбайды, өйткені сәтсіз болса не болады? Жаңа адамдармен таныспайды, өйткені олар маған ұнамай қалар ма, немесе мен оларға ұнамай қалсам ше? Тіпті демалысқа шықпайды, қазір шықсам, жұмысқа оралғанда орнымды біреу басып алады ма деп қорқамын. Бір күні түнде ұйықтай алмады. Төсекте жатып жүрегі тез соғып тұрды. Ол өз-өзіне сұрақ қойды, мен не үшін осының бәрін жинадым? Бақыт үшін бе? Әлде қорқыныштан қашу үшін бе? Жауап келді, қорқыныш бақыттың ең үлкен жауы. Өйткені қорқыныш болашақтың құлы. Ол сені қазіргі сәтте өмір сүруге жол бермейді. Сен егер осыны жоғалтсам деп ойлаған сайын, қазіргі бар нәрсенің қадірін білмейсің. Сен заттарды, қарым-қатынасты, тіпті өзіңді де қорғауға тырысасың. Сол қорғау бітінің өзінде боласың. Психологияда бұны loss aversion, жоғалтудан қорқу дейді. Адам жоғалтуды жеңуден гөрі ие болғанын жоғалтудан әлдеқайда қатты қорқады. Сондықтан көп адам өзгерістен, тәуекелден, жаңалықтан қашады. Бірақ сол қорқыныштың ішінде тұрып, бақытты болу мүмкін емес. Бақыт еркіндікте, қазіргі сәтте, егер жоғалтсам ше деген ойсыз өмір сүруде. Ерлан сол түні шешім қабылдады. Ол барлығын жоғалтуы мүмкін екенін мойындады. Бірақ сол мойындау арқылы ғана бос болды. Келесі күні жұмыста ол басшыға жаңа жоба ұсынды, бұрыннан қорқып жүрген жобаны. Басшы таңғалды, сен бұрын мұндай идея айтпайтын едің ғой. Ерлан күлді, енді айтамын. Жоғалтсам, жоғалтамын. Бірақ әрекет етпесем, әрқашан өкініште қаламын. Шындық алты, толық мәтіні, сен неғұрлым көп нәрсеге ие болсаң, соғұрлым соларды жоғалтудан қорқасың. Ал қорқыныш бақыттың ең үлкен жауы. Ие болған сайын миың қорғау режиміне өтеді. Заттар, қарым-қатынас, мәртебе, ақша бәрі де менікі болған соң, оларды жоғалту ойы сені тұрақты түрде мазалайды. Бірақ қорқыныш болашақтың құлы, ол сені қазіргі сәттен айырады, тәуекел етуден. Нәрсе бастаудан, жай сезім білдіруден тоқтатады. Сен егер жоғалтсам ше деп өмір сүргенде, шынымен өмір сүрмейсің, сен қорғаныста тұрасың. Ал бақыт қорғаныста емес, ашық жүректе, жоғалтсам да, мен әлі де бармын деген сенімде. Ең босататын шындық, барлығын жоғалтуға дайын болғанда ғана, шынымен ие боласың. Себебі қорқыныш кеткенде, қазіргі сәттің өзі бақытқа айналады. Ерлан енді көлікке мінгенде рульді ұстап, бұл менікі емес, менде уақытша тұр деп ойлайтын болды. Сол ой оны босатты. Өйткені ол енді заттардың құлы емес еді, ол өзінің иесі болды. Ерланның өміріндегі ең жақын адам Данияр болатын. Олар мектептен бері бірге өсті. Ауылда бірге доп теуіп, түнде шатырда жатып арман айтқан. Астанаға бірге келген. Алғашқы пәтерді бірге жалдаған. Жұмыстан кейін бірге футбол көрген, бірге ішкен, бірге қайғырған. Ерлан Даниярға барлығын айтатын, ішкі қорқынышын, арманын, тіпті Айжаннан кейінгі жүрек жарасында. Данияр әрқашан тыңдайтын, сен мықтысың, бәрі жақсы болады дейтін. Ерлан оған сенетін. Өйткені ол дос. Бір күні Ерланның қызы Аружан есімді қыз пайда болды. Ол жұмыстағы жаңа әріптес еді. Жас, күлімсіреген, сөйлеген сөзі жеңіл. Ерлан оны бірден жақты. Алғашқы кездесулер, кешкі серуендер, хабарламалар түн ортасына дейін. Ерлан қайтадан махаббат сезінді. Ол Даниярға бәрін айтты, мен оны шынымен жақсы көріп қалдым ғой. Бұл жолы басқаша сияқты. Данияр күлді,
құтты болсын, бауырым. Сен лайықсың. Ол Аружанды бірнеше рет көрді, үшеуміз бірге кофе іштік, бірге киноға бардық. Данияр әрқашан керемет қыз екен, саған сай дейтін. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Ерлан жұмыстан ерте шығып Аружанға сюрприз жасағысы келді. Оның пәтеріне гүл алып барды. Есікті ашқан жоқ, іштен дауыс шықты. Таныс дауыс. Даниярдың дауысы. Ерлан есікті қақты. Іштен үнсіздік. Сосын есік ашылды. Аружан шашы шашылып, беті қызарған. Артында Данияр тұрды, көзі төмен қараған. Ерлан кешір, деді Аружан дауысы дірілдеп. Данияр ештеңе айтпады. Тек басын шайқады. Ерлан гүлді жерге түсірді. Ол сөз таба алмады. Жүрегі қатты соғып, бірақ ауырып тұрған жоқ, жай ғана бос болды. Ол бұрылып кетті. Артынан ешкім шақырмады. Сол түні ол пәтерде жалғыз отырды. Телефонды өшірді. Даниярдан 15 хабарлама келген. Кешір, сөйлесейік, мен өзімді ұстай алмадым. Ерлан оқымады. Ол тек ойлады, мен оған барлығын сендім. Мен оны бауырым деп білдім. Ал ол менің орныма басқа біреуді таңдады. Бұл өмірдің ең қатыгез ережелерінің бірі. Ең жақын досыңда, ең жақсы көретін адамыңда бір күні сенің орныңа басқа біреуді таңдай алады. Бұл таңдау әрқашан сатқындық болмаса да, ол әрқашан ауыр тиеді. Себебі сен оларға жүрегіңді ашқансың, сен оларға сенгенсің, сен оларды мәңгі деп ойлағансың. Бірақ адамдар мәңгі емес. Олардың сезімі де, таңдауы да өзгереді. Кейде олар сені алмастырмайды, жай ғана өздері үшін басқа жол таңдайды. Ал сен сол жолда қаласың. Ерлан сол түннен кейін түсінді, ешкімді мәңгі деп ойламау керек. Жақсы көру керек, бірақ ұстап тұруға тырыспау керек. Сен адамдарды өз орныңа қоюың мүмкін, бірақ олардың орнын саған ешкім толтыра алмайды деп ойлама. Өйткені өмірдегі ең ауыр сабақ сенсіз де жалғасатын өмірлерді көру. Бірақ сол ауырлықтың ішінде бір нәрсе бар еді. Ерлан Даниярды кешірмеді, әлі де кешірмеді. Бірақ ол оны жек көрмейтін болды. Ол жай ғана түсінді, адамдар өз жолын таңдайды. Ал сен де өз жолыңды таңдауың керек. Келесі аптада Ерлан жұмыста Аружанды көрді. Ол басын төмен салды. Ерлан оған қарамады. Бірақ іштей, мен қалдым. Бірақ мен әлі де тұрмын, деді. Шындық жеті, толық мәтіні, ең жақын досыңда, ең жақсы көретін адамыңда бір күні сенің орныңа басқа біреуді таңдай алады. Бұл өмірдің қатыгез, бірақ табиғи ережесі. Сен адамға бар жүрегіңді бересің, оған сенесің, оны мәңгі деп ойлайсың. Бірақ адамдардың сезімі өзгереді. Олардың қажеттілігі өзгереді. Олардың жолы өзгереді. Кейде олар сені алмастырмайды, жай ғана өздері үшін басқа таңдау жасайды. Ал сен сол таңдаудың ар жағында қалуың мүмкін. Бұл сатқындық сияқты сезіледі, бірақ көбіне ол жай ғана адам болудың шындығы. Ең ауырсы, сенсіз де олардың өмірі жалғасатынын көру. Бірақ сол көріністің ішінде босату бар. Сен ешкімді мәңгі ұстап тұра алмайсың. Сен тек жақсы көре аласың, және жібере аласың. Ал ең мықты адам жібергеннен кейін де тұра беретін адам. Себебі сенің орныңды ешкім толтыра алмайды, сен өзіңді толтырасың. Ерлан енді жалғыздықты қорқытпайтын болды. Өйткені ол түсінді, жалғыздық сатқындық емес. Ол жаңа бастама. Ерланның өмірі бірте-бірте өзгерген соң, ол әлеуметтік желіде де өзгерді. Бұрынғыдай керемет өмір көрсетуге тырыспайтын болды. Енді ол өзінің шынайы сәттерін салатын, ауылдағы даладағы сурет, пойыз терезесінен түскен күн батқан көрініс, кофе ішіп отырған қарапайым сурет. Түсініктеме жазбайтын, тек фото мен бір ауыз ой. Лайк саны азайды, бірақ оған енді мән бермейтін. Бір кеште жұмыстан кейін үйге келді. Диванға жатып, әдет бойынша Инстаграмды ашты. Скролл жасап отырды, әріптесі жаңа көлік алғанын жариялап, Құдайға шүкір деп жазған.
Комментарийлерде қандай керемет, сен лайықсың деген сөздер толы. Бұрынғы сыныптасы отбасымен теңізде демалып жатыр. Балалар күліп, әйелі құшақтап тұр. Бақыт осы деп жазған. Данияр сол кездегі досы жаңа қызымен бірге фото салған. Екеуі күліп тұр. Ерлан бір секунд қарап өтіп кетті. Жүрегі ауырмады, жай ғана бос сезім. Ол скролл жасай берді. Бәрі бақытты көрінді. Бәрінің өмірі толық, жарқын, мақсатты. Ал өзінің өмірі. Жұмыс, үй, жалғыздық, кейде ауылға қоңырау шалу. Ерлан телефонды қойды. Терезеге қарады. Астанадағы түн суық, шамдар жарқырап тұр. Ол түсінді, ол өз өмірін басқа адамдардың көзімен көріп үйренген. Әр лайк, әр комментарий, әр қандай керемет өмір деген сөз, оның миына сен бақытты емессің деген ойды сіңірген. Өйткені басқалардың өмірі әрқашан жақсырақ көрінеді. Олар тек ең жақсы сәттерін көрсетеді. Ал сен толық өміріңді көресің, қателіктеріңді, шаршағаныңды, жалғыздығыңды. Бұл әлеуметтік желінің ең үлкен алдауы. Ол сенің өміріңді басқалардың хайлайт рил мен салыстыруға мәжбүрлейді. Сен өз өміріңнің артындағы қиындықтарды білесің, ал басқалардың өмірінің артындағысын көрмейсің. Сондықтан мен бақытты емеспін деген сезім күшейеді. Сен шынымен бақытсыз ба? Жоқ, сен жай ғана басқалардың өлшемімен өлшеніп жатырсың. Ерлан сол күннен бастап әлеуметтік желіні басқаша қолданатын болды. Ол басқалардың өмірін салыстырмайтын болды. Өз суреттерін салғанда бұл маған ұнай ма деп сұрайтын. Лайк аз болса да мән бермейтін. Кейде бір апта бойы мүлдем пост салмайтын. Өйткені ол түсінді, шынайы бақыт экрандағы сандарда емес, ішкі шықты. Бір күні түнде ол блокнотқа жазды: мен басқалардың өмірін көрмеймін. Мен өз өмірімді сезінемін. Бұл жеткілікті. Шындық 8, толық мәтіні, сен өз өміріңді басқа біреудің көзімен көріп үйренесің. Сондықтан көп адам мен бақытты емеспін деп жүреді, өйткені әлеуметтік желідегі басқалар бақытты. Әлеуметтік желі адамдардың ең жақсы сәттерінің көрмесі. Олар қиындықтарын, қайғыларын, күмәндерін жасырады. Сен тек жарқыраған бетін көресің, демалыс, жаңа заттар, күлкі, махаббат. Ал өз өміріңде толық картина, жақсы да, жаман да. Сондықтан салыстыру әрқашан сен үшін жеңіліс болады. Сен өз өміріңнің артындағы шындықты білесің, ал басқалардың өмірінің артындағысын көрмейсің. Бұл иллюзия. Шынайы бақыт басқалардың өлшемімен емес, өз ішкі сезіміңмен өлшенеді. Сен оларда бар, менде жоқ деп ойлаған сайын, өз барыңның қадірін білмейсің. Ең босататын қадам басқалардың өмірін қарауды тоқтату және өз өміріңді сезіну. Өйткені сен басқалардың өмірі үшін өмір сүрмейсің, сен өзің үшін өмір сүресің. Ерлан енді әлеуметтік желіге кіргенде телефонды бірден қояды. Өйткені ол түсінді, экрандағы бақыт басқалардікі. Ал оның бақыты терезеден көрінетін түнде ішкі тыныштықта. 30 жастан кейін жылдам қартая бастайсың. Физикалық қартаю емес, армандарыңның қартаюы. 20-30 жас аралығында армандар тірі, күшті, қорқынышсыз болады. Сен мен бәрін істей аламын деп ойлайсың. Бірақ 30-дан кейін миың өзгереді, қауіпсіздік іздейді, тұрақтылық іздейді, қателіктен қорқады. Энергия азаяды, әдеттер қатаңдалады, өкініш көбейеді. Армандар бірте-бірте болғанда жақсы болар еді деген ойға айналады. Сол ой арманның өлімі. Ең ауыр өкініш мен сол кезде неге істемедім деген өкініш. Өйткені 30-дан кейін өзгеру қиындайды, бірақ мүмкін емес. Армандар әлі өлген жоқ, олар жай ұйықтап жатыр. Оларды ояту үшін бір қадам жеткілікті, қазір деп айту. Кеш болса да қазір. Себебі армандар қартайғанымен оларды оятатын күш сенде әлі бар. Ерлан енді армандарын кейінге қалдырмайтын болды. Ол оларды қазір оятатын болды. Алғашқы қадам Алматыға билет. Келесі қадамдар әлі алда. Ерлан 38-ге келгенде өмірдің ең қиын кезеңі басталды. Жұмыста қысқарту болды, оны қалдырмады. Кредиттер әлі төленбеген, жинақ аз, пәтер жалдау жоғары. Анасының денсаулығы нашарлады, ауылға жиі баруға тура келді.
Аружаннан кейінгі махаббат әрекеттері сәтсіз аяқталды. Достар азайды, кейбірі үйленіп, бала өсіріп, өз өміріне кетті. Кейбірі жай ғана алыстады. Бір күні түнде Ерлан пәтерде жалғыз отырды. Телефонды қарады, ешкімнен хабарлама жоқ. Терезеге қарады, қар жауып тұр. Іштей бір нәрсе сынғандай болды. Ол диванға жатып төбеге қарады. Көзіне жас келді. Бірінші рет ұзақ жылады, дауыстап емес, бірақ тыныш, іштей. Жас бетінен ағып, жастыққа сіңді. Ол жылағанда ештеңе айтпады. Тек сезімдер шықты, өкініш, шаршау, жалғыздық, қорқыныш. Жылап болған соң ол тұрды. Беті қызарған, көзі сіңкі. Айнаға қарады. Өзіне қарап тұрды ұзақ. Сосын күлді. Алғашқыда әлсіз, кейін күштірек. Күлкісі шынайы болды, өзіне күлген күлкі. Мен неге осындаймын? Деді дауыстап. Мен неге әлі тұрмын? Мен неге әлі тырысып жатырмын? Сол күлкі оны босатты. Жылағаннан кейін күле алған адам ең мықты адам. Өйткені ол жылауды тоқтатпайды, бірақ күлуде тоқтатпайды. Ол эмоцияны сезеді, бірақ оған құл болмайды. Жылау ауырсынуды шығару. Күлу сол ауырсынудан кейінгі жеңілдік. Екеуі бірге болғанда ғана адам шынымен тірі болады. Ерлан сол түннен кейін өзгерген жоқ, ол әлі де қиындықтарды көреді. Бірақ ол енді жылағаннан кейін күле алатын болды. Келесі күні таңертең тұрып кофе қайнатты. Телефонға қарады, әлі де хабарлама жоқ. Бірақ ол күлді. Бүгінде тұрдым ғой, деді өз-өзіне. Кейін бірнеше айдан соң жұмыс тапты, бұрынғыдан төмен жалақы, бірақ тұрақты. Анасына барып бірге отырды, әңгімелесті. Жаңа адамдармен танысты, күтпеген жерден. Өмір жеңілдемеді, бірақ ол жеңілдей түсті. Өйткені ол енді қиындықтың соңында күлкі бар екенін білді. Бір күні досы, жаңа танысқан досы, оған, сен неге әрқашан күлесің? Өмірің қиын ғой, деді. Ерлан жауап берді, өйткені мен жыладым. Жылағаннан кейін күлуге құқығым бар. Шындық 17, толық мәтіні, ең мықты адам, жылағаннан кейін күле алатын адам. Өмірде қиындықтар болады. Жылау қалыпты. Жылау сезімді шығару, жүректі тазарту, ауырсынуды мойындау. Бірақ жылағаннан кейін тоқтап қалсаң, сен құлайсың. Ал жылағаннан кейін күлсең, сен тұрасың. Күлу жеңіс. Күлу мен әлі тірімін деген белгі. Күлу қиындықтың соңында әлі де жарық бар екенін мойындау. Ең мықты адам эмоциясын баспайтын, бірақ оған құл болмайтын адам. Ол жылайды, өйткені ауырады. Ол күледі, өйткені әлі де үміт бар. Бұл екеуі бірге болғанда ғана адам шынымен күшті болады. Жыламайтын адам сезімсіз. Күлмейтін адам сынған. Ал жылап күле алатын адам өмір сүре алатын адам. Ерлан енді қиын түндерде жылаған соң тұрып айнаға қарап күлетін болды. Өйткені ол түсінді, күлкі жеңіс. Ал жеңіс әр таң сайын қайта басталады. Ерлан 50-ге келгенде өмірдің көп бөлігі артта қалғандай сезінді. Баласы ержетіп өз жолын тапқан. Анасы бірнеше жыл бұрын дүниеден озған. Жұмыстан зейнетке шыққан. Пәтер өзінікі, кредиттер төленген. Достар аз қалған, кейбірі алысқа кеткен, кейбірі мәңгілікке кеткен. Қалған күндері қарапайым, таңертең серуендеу, кітап оқу, кейде баласымен телефон арқылы сөйлесу, кейде ескі фотоларды қарау. Бір күні кешке ол диванға отырып ескі қорапты ашты. Ішінде өмірдің іздері, 22 жастағы блокнот, алғашқы жұмысқа тұрғандағы сурет, Аружанмен түскен фото, ол оны лақтырмаған. Даниярмен бірге ауылда түскен ескі сурет, баласының туған күндегі алғашқы күлкісі. Ол фотоларды бір-бірлеп қарады. Әрқайсысы бір дәуір, бір сезім, бір адам. Ол түсінді, өмірдің соңында саған ең қымбат болатыны зат емес. Заттар уақытша. Көлік тот басады, үй ескіреді, ақша жұмсалады. Ал қалатын нәрсе естеліктер мен сезімдер. Анасының балам саған бақыт тілеймін деген сөзі. Баласының алғашқы әке деген дауысы. Пойыз терезесінен қарағандағы шексіз даланың сезімі. Жылағаннан кейін күлген сәттер. Өзін өзі алдауды тоқтатқан күнгі жеңілдік.
Кешірім бергендегі босану. Бұл сезімдер ешқашан жоғалмайды. Олар жүректе сақталады. Заттарды жоғалтсаң да, ақшаны таусаң да, адамдар кетсе де, осы естеліктер мен сезімдер қалады. Олар шынайы байлық. Өйткені олар сенің ішінде. Ешкім тартып алмайды, ешқашан өшпейді. Ерлан фотоларды қайта қорапқа салды. Терезеге қарады. Астанадағы кеш әлі де жарқырап тұр. Ол күлді, тыныш, бірақ шынайы. Менде бәрі болды деді іштей. Және әлі де бар. Ол енді өмірдің соңын қорқытпайтын болды. Өйткені ол түсінді, соңында қалатын зат емес. Қалатын сезім. Ал сезім мәңгі. Шындық 18, толық мәтіні, өмірдің соңында саған ең қымбат болатыны зат емес, естеліктер мен сезімдер. Заттар уақытша. Оларды жинасаң да, жоғалтсаң да, олар сенің жүрегіңде қалмайды. Ал естеліктер мен сезімдер мәңгі. Анаңның жылы сөзі, баланың күлкісі, досымен өткізген түн, жылағаннан кейін келген жеңілдік, өзін өзі кешірген сәт, осылар жүректе сақталады. Сен өмірдің соңында мен қанша ақша таптым, қанша зат жинадым деп есептемейсің. Сен мен қандай сезімдерді бастан кешірдім, кімдерді жақсы көрдім, кім маған жақсы көрінді деп еске аласың. Сондықтан өмірде ең маңыздысы сезімдерді жинау. Жақсы көру, кешіру, күлу, жылау, қателесу, тұру. Бұл сезімдер сенің шынайы мұраң. Оларды жоғалтпайсың. Олар сенің ішінде мәңгі қалады. Ерлан енді әр күнді сезім үшін өткізетін болды. Зат жинамай, естелік жинайтын болды. Өйткені ол түсінді, соңында қалатын жүректегі жылылық. Ал ол жылылық ешқашан суымайды. Ерлан 45-ке келгенде бір күні таңертең тұрып, айна алдына тұрды. Бетіне әжімдер түскен, шашы сәл ағарған, көзі шаршаған. Бірақ ол бұрынғыдай бетін бұрып кетпеді. Ұзақ қарады. Сосын дауыстап айтты, мен өзімді алдауды тоқтатамын. Бұл сөз оңай шыққан жоқ. Ол жылдар бойы өзін алдап келген. Мен бақыттымын, өйткені жұмысым бар, пәтерім бар, мен өзім үшін өмір сүріп жатырмын. Тек қазір уақыт жоқ, мен өзгермеймін, мінезім осындай, мен жалғыз емеспін, сарым бар, бірақ олармен айлар бойы сөйлеспеген. Мен әлі жаспын, кейін жасаймын. Әр сөз өзін-өзі алдаудың бір қабаты. Ол қабаттарды бірте-бірте жинап, ішінен шынайы сезімді жасырып жүрген. Ал шынайы сезім қорқыныш, өкініш, шаршау, жалғыздық, бірақ сонымен бірге әлі де үміт, әлі де күш, әлі де өзгеруге деген құлшыныс. Сол күні ол өзін алдауды тоқтатуға шешім қабылдады. Бұл шешім жеңіл болмады. Алғашқы апталарда іші ауырып, ұйқысыз түндер болды. Өйткені алдауды тоқтатқан кезде шындық бетпе-бет келеді. Ал шындық әрқашан ауыр. Ол жұмысынан шықты. Мен бұл жерде бақытты емеспін деп мойындады. Достарына шынайы хабар жазды. Мен саған ұзақ уақыт хабарласпадым, өйткені өзімді сырып жүрдім. Енді сөйлескім келеді. Өзін-өзі сүюді үйренді, әр таң сайын айнаға қарап, мен жеткілікпін деп айтатын болды. Өткен қателіктерін мойындады және оларды кешірді. Армандарын қайта жазды, бірақ енді кейін емес, қазір деп. Бұл процесс ауыр болды. Кей күндері ол қайта алғысы келді, өйткені алдау ыңғайлырақ еді. Бірақ ол тоқтамады. Өйткені ол түсінді, өзін-өзі алдауды тоқтатқан күн өмірдің шынайы басталатын күні. Бір жылдан кейін ол өзгергенін байқады. Жүрегі жеңілдеді. Қорқынышы азайды. Ол енді өзін жасырмайтын болды. Адамдарға шынайы сөйледі. Өзіне шынайы сөйледі. Ал шынайылық ең қиын, бірақ ең босататын нәрсе. Бір күні түнде ол блокнотқа жазды. Мен өзімді алдауды тоқтаттым. Ауыр болды. Бірақ мен енді тірімін. Ерлан 60-қа келгенде өмірдің соңғы беттеріне жақындағандай сезінді. Баласы енді өз отбасымен, өз қалауынша өмір сүріп жатыр. Үйде тыныштық. Кейде телефон шырылдайды, баласы қоңырау шалады. Әке, қалайсың дейді. Ерлан күледі. Жақсымын, балам. Сен қалайсың? Олар ұзақ сөйлеседі, қарапайым нәрселер туралы, ауа райы, жаңалықтар, ескі әңгімелер. Бір күні кешке ол терезе алдына отырып қалаға қарады. Астана әлі де жарқырап тұр, биік ғимараттар, шамдар, қозғалыс.
Бірақ енді ол сол қозғалыстың ішінде емес. Ол сыртында тұр, бақылаушы сияқты. Өмірдің ағымы жалғасады, жастар жүгіреді, балалар күледі, көлікте жүреді. Ал ол сол ағымның бір тамшысы болған. Енді тамшы емес, өзен жағасындағы тас сияқты. Қозғалмайды, бірақ бар. Ол ескі блокнотты ашты. 22 жастағы тізім әлі тұр, кейбір жолдар сызылған, кейбіріне жаңа жазбалар қосылған. Ол күлді, мен бәрін орындамадым. Бірақ мен көп нәрсені сезіндім. Өмір роман емес. Романның соңғы беті болады, соңғы сөзі болады, соңғы нүктесі болады. Ал өмірде соңғы бет жоқ. Өйткені әрқашан бір нәрсе өзгереді. Сен өзгересің. Айналаң өзгереді. Адамдар өзгереді. Ойлар өзгереді. Тіпті бұл мәтінде бір күні өзгереді, ұмытылады немесе басқа біреудің жүрегіне жетеді. Ерлан блокнотты жапты. Терезеге қарап іштей айтты, мен өзгерісті қабылдадым. Мен өзгерістен қорықпаймын. Өйткені өзгеріс өмірдің өзі. Ол енді өмірдің соңын күтпейді. Ол әр күнді соңғы күн сияқты сезінеді, бірақ сонымен бірге әр күнді жаңа күн сияқты бастайды. Баласына қоңырау шалады, күледі, әңгімелеседі. Таңертең серуендеп ауа жұтады. Кешке кітап оқиды немесе ескі фотоларды қарайды. Ол әлі де тірі. Өйткені ол өзгерісті қабылдады. Өмірдің соңғы беті жоқ. Өйткені әр бет жаңа беттің басы. Сен де, мен де, бұл әңгіме де бәрі өзгереді. Тек өзгерісті қабылдай білу ең үлкен даналық. Өмірде ешқандай соңғы шындық жоқ. Бәрі өзгереді. Сен де, мен де, бұл мәтінде. Тек өзгерісті қабылдай білу ең үлкен даналық. Өмір тоқтамайтын өзен. Сен оның ішінде жүзесің, кейде қарсы ағымға қарсы жүресің, кейде ағыммен бірге жүресің. Бірақ ол тоқтамайды. Сен тоқтасаң да ол жалғаса береді. Армандар өзгереді, адамдар өзгереді, сезімдер өзгереді, тіпті сен де өзгересің. Мен осындаймын деген сөз иллюзия. Мен мәңгі өзгермеймін деген ой қорқыныш. Ал шынайы даналық өзгерісті қабылдау. Өзгерісті қарсы алмау, одан қашпау, онымен бірге жүру. Өйткені өзгеріс өмірдің өзі. Сен өзгерісті қабылдаған сайын сен еркін боласың. Сен қазіргі сәтті сезінесің. Сен өткенді кешіресің, болашақты қорықпайсың. Сен жай ғана өмір сүресің. Ерланның әңгімесі аяқталмады. Ол әлі де жалғасуда. Өйткені өмір роман емес. Ол ешқашан соңғы бетке жетпейді. Ол әрқашан жаңа бетті ашады. Құрметті оқырман, сен де сол жаңа бетті ашып жатқан шығарсың. Өзгерісті қабылда. Өйткені сол өзгерісте сенің шынайы өмірің бар. Бұл барлық 20 тараудың соңы. Бірақ сен үшін бұл әңгіменің басы ғана.